Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге атақты Корей тағамы пигодиннің жасалу жолын толығымен көрсетемін. Бұл тағам жасалу жолы өте оңай, бірақ өте дәмді болып шығатын тағамдардың бірі. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен апарамызды дайындап аламыз. Ол үшін бір пиаламызға жылы су құйып, бір шай қасықтай дрожжиімізді, яғни ашытқымызды салып, араластырып бөлек алып қоямыз. Келесі үлкен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, және де татымына қарай бір шай қасық тұзымызды саламыз, және де 1-2 шай қасық қантымызды саламыз. Және де сұйық майымызды қосамыз. Апарамыз дайын болған соң, үстінен апарамызды қосып, міне видеодағыдай көпіріп шығады беті. Барлығын жақсылап араластырып жіберіп, керегінше ұнымызды қосып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып қалмауы қажет, жұмсақ, эластичный болуы қажет. Сосын қамырымызды орап, жылы жерге ашығанша алып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған қазанымызда майымызды қыздырып аламыз да, пиязымызды қуырып аламыз. 5 минуттай пиязымызды қуырып алғаннан соң, ет артқыштан өткізілген фаршымызды салып, оны да қуырып аламыз. Бұл жерде татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып жібереміз. Тағы да 5 минуттай қуырып алғаннан соң, үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін шөңшеке етіп туралған капустамызды, яғни қырық қабатымызды қосып, барлығын жақсылап бір араластырып, 1-2 минут қуырып алып, содан кейін қазанымыздың қақпағын жауып, газымыздың астын, яғни орташа немесе жай отта қойсаңыздар болады. Газыңыздың жануына байланысты капустамыздың, фаршымыздың өзінің согы шығып, өз суында қайнап, жақсылап видеода көріп тұрғандарыңыздай қуырылып шығады. Яғни 15-20 минуттың ішінде қуырып аламыз. Сонымен салмамыз дайын. Енді қамырымыз көтеріліп ашылған соң, қамырымызды алып, кішкене ұнға аунатып, барлығын видеода көрсетіліп тұрғандай кішкене дөңгелек бөлікшелерге бөліп, кесіп, дөңгелетіп дайындап қоямыз. Содан соң барлығын біртіндеп видеода көрсетілгендей етіп, оқтаумен жайып шығамыз. Мінекей видеода көрсетілгендей барлық қамырымызды жеке-жеке жайып аламыз. Міне көрсетілгендей осындай қалыңдықта болуы қажет. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес болуы қажет. Салмамызды саламыз. Салмамызды молырақ етіп сала беріңіздер. Видеода пигодиімізді қалай өріп, түйеуімізге болатынын толығымен көрсеттім. Өте оңай жасалады. Сіздер де осылай асықпай қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінекей жақыннан түсірілген вариантта да қалай түйіп бастау кереккен көрсеттім. Бір жақ басын алып, кішкене ішке қарай қайырып, екі жағын бір-біріне жапсырып, кезек-кезек жоғарысынан жапсыра отырып, осылай өріп түйуіміз қажет. Қолдарыңызды жаттықтыра отыра, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бірақ та түйген кезде, жапсырған кезде қаттырақ басуға тырысыңыздар. Себебі мантаваркамызда қамырымыз піскен кезде ісіп көтеріліп, яғни ашыған қамыр болғандықтан ашылып кетуі мүмкін.
Барлық қамырымызды түйіп дайындап болғаннан соң мантоваркамызге майлап, үстіне салып, яғни қайнап тұрған судың үстіне қойып, 15 минутта пісіріп аламыз. 15 минут жеткілікті. Міне көріп тұрғандарыңыздай 15 минутта пісіп шығып, дәл осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Қатырақ жапсырғанның арқасында беттері ашылып, ажырап кетпейді. Өз қалауларыңыз бойынша пиготиге морковча салатын қосып істесеңіздер болады, немесе қалауларыңызша тұздық дайындауға болады. Ал мен жай аджика соусын қостым. Балаларға да барлығына ұнайтыны сөзсіз, өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үнемі міндетті түрде жақсы видеолар салып отыратын боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп қойыңыздар.